балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны қанталапай ойын ойнаймыз. Қанталапай ойында біздер асықтармен ойналынады балалар. Бұл асықтар қой мен ешкінің сүйегінен, тобық сүйегінен алынады. Бұл сүйектерді ойынға алады. Балалар, осы асықтардың үлкені болады. Оны сақа деп аталады. Және түсуіне байланысты 4 түрі болады. Балалар, білесіздер ме? Қандай түрлері бар? Шек. Шек. Сосын тәйкес. Алшы. Сосын бүк. Дұрыс айтасыңдар балалар. 4 түсуіне байланысты атаулары бар екен. Енді балалар, қазір мен сендерге қанталапай ойынын қалай ойнайтынын түсіндірейін. Балалар, осы асықтар арқылы мен сіздерге ортаға айқайлап 1, 2, 3 қанталапай ойыны деп шашамын. Сіздер бір қолмен сол асықты бір қолмен жинайсыздар. Жарай ма? Таласпаймыз. 1, 2, 3 қанталапай. Бір-бірде бір қолмен жинаймыз. Ал, отырамыз алдымызға. Кім көп асық жинады, сол жеңімпаз болады. Бізде асық кім көп жинады екен, санайық. Ибрахимда 6, Тамерланда 7, Рахымда 5. Нешеу сізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жақсы. Сізде нешеу екен? 4. Кім көп жинады? Мен. Жарайсың. Енді осы асықтардан, өздеріңіздегі асықтардан 3-3-тен ортаға қойып шығамыз. Қойайық қане. 3-3-ден қоямыз тек қана. Енді осыны балалар қазір сіздерге көрсетемін. Қалған асықтарыңызды қолдарыңызға ұстаңыздар. Мен білем. Қане балалар, сіздерге көрсетейін мен. Мен білем, апай. Осылай асықтарды қоямыз, орнымыздан тұрамыз. Осы қолымызда асықпен ортада асыққа дүк тигізуіміз керек. Екі тимей қалды. Енді сіз келіңіз. Ибрахим, сіз атыңыз. Камерман, кел тез. Ал, дүк тигізек ал. Жақсы, кел Рахым. Сол жерден ата бер, Рахым, сол жерден ата бер. Тигіземіз балалар, қайда күшіміз? Біреу атамыз деп, біреу. Келесі. Келесі, балалар. Нұртас, кел ата ғой. Қайтан, Ибрахим, келе ғой. Қатты. Қараймыз, міне, балалар, аяқты бүгеміз, қараймыз, аяқты бүгеміз, көзбен бір көзімізді басып тұрып, біздер қандай ойын ойнадық? Қанталапай. Жарайсыңдар, қанталапай ойын ойнадық. Бұл қанталапай ойыны шапшаңдыққа, ептілікке үйретеді, балалар. Сіздерге өте қызықты болды ма? Жарайсыңдар, осымен біздің ойынымыз аяқталды. Қатысқандарыңыз үшін